Ағайынды қос қыздан тұратын әдемі ай дуэті арнамызға келіп, жаңа бейнебаяндарын сүйінші сұрап қайтты. Бұл алғашқы ән баяндары болған соң, әлбетте қыздар қатты қобалжулы. Толығырақ бейнематериалда. Өнерге әркімнің ақпар таласы демекші, шоу-бизнес саласының жаңа легіне қосылып жатқандар аз емес. Солардың қатарында әдемі ай дуэті бар. Апалы сіңліден тұратын топ бейнебаяны жарыққа шыққанын хабарлады. Сүйінші әдемі айдың бейнебаяны жарыққа шықты. Көптен күттік біз бұл бейнебаянды. Бұл бейнебаян бұрынғыдан өзгерек деп те айтсақ та болады. Түсірілім өте қызықты өтті. Жалпы бұл бейнебаянның режиссері Мақсат Оспанов деген ағамыз. Сол кісінің идеясы, сол кісінің ойы бізге айтты өз ойын, содан біз оны қабыл алып, жалпы бейнебаянның тақырыбы біз туралы. Әдемі аймен бірге атты бейнебаянына 1 миллион теңге қаражат кеткен. Ал продюсерлері кім деген сауалымызға былай деп жауап берді. Қазіргі таңда біз әкеміз жеке кәсіпкер, сол кісі ең бірінші демеушіміз, қолдаушымыз осы кісі. Продюсер дегенге біз қазір осы елімізге белгілі үлкен беделді продюсермен жұмыс жасағалы жатырмыз. Қазіргі таңда біз өте үлкен дайындық үстіндеміз. Қазір атын атауға ол кісі әзірге рұқсат етпеді, себебі дайын болып халықтың алдына бірге шығамыз. Бір үйдің қос қарлығашы еңбекқор болғандықтан туған өлкесінде екеуін тынымсыз жұмыс істейтін бала арасына теңейді екен. 1% талант, 99% еңбек екенін ескерсек, жалпы адам өте еңбекқор болу керек. Халық арасында Әсем екеуміз негізі күліп жатамыз, екеумізді алтын аралар деп те атап кеткен. Кішкентай кезімізден әкеміз бізді жалпы қыз баласы екен деп нәзік, бұлар төрге отырсын деп олай қарамаған, екеумізді әбден еңбекпен түрлі жаңағы істі атқарып барлығына үйретті. Бұл жағына біз ата-анамызға негізі алғысымыз шексіз. Сиырды сауып көрдім. Ешқандай қиындығы жоқ. Қыз баласы болғандықтан бәрін үйрену керек деп ойлаймын. Бәрекелді, жігіттердің құлағына алтын сырға. Әдемі ғана емес, өнерлі әрі іске пысық бұл қыздардың басы бос. Алайда әзірге тұрмыс құруға асықпай отыр. Арай Жұмашқызы, Геннадий Лукин, Headliner.